көрсетуіміз давам етеді. Азиз, криотерапия деген сөз хақында мағлұматыңыз бар ма? Енді аз-маз түсінігім бар. Криотерапия бұл организмді хадден тыс сол суық пенен емлеу ұсылы болады екен. Бұл шет ел мемлекеттерінде анығырағы 1980 жылы Европа һәм Япония мемлекетінде пайда болып, сол оннан берман қарай бүгінгі күнге шекем сол жетіп кетірген сол емлеу ұсылыларынан бірі саналады екен. Дұрыс айтып өттіңіз. Бұл мағлұматларды мен құрдан-құра айтып отырған жоқ па? Тура. Әйне қазір қыстың сол суық күндерінде һәм емес жылы киінуге әрекет етеміз, сол қалың киімдерімізді киіп алып, ал айырым адамлар бар арамызда, сондай замандастарымыз бар, олар сол қыстың күні мұздай суға сол шомылуды һәм осы арқалы терапия алуды өздеріне әдет қылып алған. Яғни сол табиғи түрде криотерапия емлерін сол өзінде сынап көріп жүрген арамызда сондай заманласларымыз бар. Бұны көпшілік заманласларымыз сол бірнеше жылдан бері социалық тармақлар арқалы жақсы таныйды десек те болады. Демек, ұсақында қазір бізді күтіп тұрған сюжет бар, Морж Анвар хақында. Демек, бірге сіздермен көреміз. Әр күні үйімізден жолға атланар екенбіз. Ауа райына сәйкес киініп шығуға әрекет етеміз. Бүгін ауа райы жүда суық. Міне қазір сондай қалың киімде де өзім тоңып тұрман. Бірақ соған қарамастан арамызда жүда жұқа киініп жүретұғын адамлар да бар екен. Олардың бірін біз қазір съемка жұмыслары барысы давамында жолда ұшыраттық. Һәм оның менен жақыннан сөйбетлесуге әрекет етеміз. Ассаламалейкум аға. Міне қазір ауа райы жүда суық, мен ұсық халатта тоңып тұрман аяздан. Ал сіз жүда жұқа киініп алғансыз. Бұл денсаулығыңызға кері тәсір етпей ме? Яқ, керісінше ол мен бұл суықтан өзіме күш қуат аламан да, бір организмім демалады. Қысы жазы сол бір жеңіл киімде жүре беремін майкіде. Қыста да сондай күнде мұзлы суға шомылып тұраман. Менде тоңу сезімі жоқ, ондай азандай тұрып жеңіл киімде далаға шығып жүре беремін қыс айларында да. Кішкентайымда да сол суға шомыла беретінен балыққа баратұғын едік. Сол балықты мен өзім біреулер қармақ құрып түсіп отырса, мен жаңа сол судың ішіне түскенді жақсы көретінем. Ол суық па, ол мұз бар ма, маған ол онша тәсір етпей тұғын еді, оған онша ітібар бермеймін. Сол барып қадымғыдай шомылып кете беремін. Қыс айларында ең дәсіліп аяғымызға қалың киінуге әрекет етеміз. Себебі аяз аяқтан өтеді деп айтады аға. Сіз болған әмел етесіз бе? Яқ, мен қыс айында да сол жалаң аяқ жүре беремін, мұз болса да, қар болса да. Енді бірақ халық ерсі көрмексіздігі үшін аяғымда тәпішкімен жүремін. Енді сізді ең дәсілеп менің өзім социалдық тармақта көргенмен, һәм сол жердегі замандастарымыздың пікірлерін ескенімде, не үшін қыс айында бұндай етіп жұқа киініп жүріпті деген пікірлер болған аға. Осы пікірлерге сіз қандай жауап айтқан болар едіңіз? О затқа мен қосылама, оны көп адамдар айтқан маған, бұл жаңағы дені дұрыс емес шығар деп та керісінше түсінетұғын еді. Бұл енді адамдар қазір көбісі түсініп бастап атырыпты. Бұл себебі суықта жүргеннің өзі көп пайда да бұл. Адам суықпенен өзі емлеу жоллары бар. Суық бұл енді бұлайынша айтқанда суық ешкімді аямайды. Бұл суық деген зат бұл бір жерінен қателесіп кетсең дұрыс бір майып болып, кесел болып қалуы мүмкін. Енді бұған бір дұрыс қатынаста болу керек та суыққа. Сол кезде саған қайта керісінше пайдалы жағы көп болады сізге. Енді біз білеміз, бұндай суық ауа райында жеңіл жүретұғын, мұзлы суларға шомылатұғын инсанларды моржлар деп атайды. Енді бұл сізге қашаннан басылап әдет түсіне кірген? Маған қазір бұл көп жыл болды, бір 20-25 жылдай болып қалды бұл суықта жүргеніме. Енді бұны бір хәмме жүрсе де болады. Сол қағидаларға бір көбірек бір ітібар беру керек та. Енді бұның қағидаларын мен қазір өзімше бұлайынша бір істеп қойыппан. Бұны бір халыққа көрсететін шығарман, амалық болса ендігі жыллары. Қайтып жүрсе тоңбайтұғынын, қанша мысалға енді мен өзімді сынап көрдім. Ең суықта 35 градуста да бір майка жалаң аяқ жүрдім.
Енді сіздің бұл әдетіңізге өмірлік жолдасыңыз, яғни зайыбыңыз, перзентлеріңіз қандай көзқараста? Көзқараста жақсы, енді олар енді өздерінің жұмыстарыменен бант, мен өзімнің жұмыстарымен бант дегендей, тоңып қама дейді, енді айтқанда ақылын айтады ғой. Айткенде де өмірлік жолдасым шипакер, Қалқабатта поликлиникада. Мен өзім сауда сатықпен шұғылданамын. Енді суық ауа райы сіз үшін қолайлы, бұл сіз үшін шартлы рефлекс. Яғни айтқанда күнделікті тұрмыс тәрізінің бір бөлегіне айланған. Қыс айында енді түсінікті, ал жаз айларында күйеуіңіз осындай мұзлы суды, суық ауаны күсеген уақытлары қандай жол тұтасыз? Енді оны жаздың күндері күсеген кезде өзім мұздай краннан су алып, сол мұздай суға үстіме шелекпенен құяман, бір 5-6 шелек. Болмаса сол дарияларға барып, күнде барып, шомылып тұраман өзіміздің мына Қуаныш Шарма каналына тез-тезден. Жаз айларында жүгірумен шұғылданамын. Биыл енді Қожеліге 2 мәрте барып қайттым, жүгіріп, ыссы тап 50 градустан жоғары еді. Жалаң аяқ су ішпестен, жолда демалмастан жүгірғанман. Мұздай суға түсу үшін орын таңлайсыз ба аға? Яқ, енді мен орын таңламаймын, ол жерде су болса болды, маған шомылып кете беремін. Ол қандай дария болсын, көл болсын, суы бар жер болса болды маған. Соған шомыла беремін, ол жер мұзлы болса да, мұзлы болмаса да. Бүгінде Амударияға барып, мұзға шомылып, шынығуымды істеп қайтпақшымын. Жүда жақсы. Демек, құрметлі телетамаша көйлер, біз еле давам етеміз, бізбенен бірге бақылаң. Біз әзір Әмудария жағалауларындамыз. Міне ауа райы -3 градус суық. Міне аға, қазір ғана сіз мұздай суға түсіп шықтыңыз. Енді тәртіп бойынша мұздай суда қанша уақыт қалу керек? 1 сағат давамында тұра аламын. Енді басқаларға озатты өзім ұсыныс етпеймін да. Енді 1 минуттан артпау керек негізі. 1 минуттан кейін адамның денесі суып басылайды. Аға, дұрыс, мұздай суға түсу бұлай тұрсын, әр бір адам сол қолын мұздай суға жууға батына алмайды. Енді сіз әмме адам құсап, сондай қыс айларында тұмау боласыз ба, аязлайсыз ба? Яқ, мен ол тұмау кеселдігіменен ауырып көрмегенмен. Мұздай суға шомылу үшін денсаулықты бекемлеп алу керек. Бұл жерде ең басты мәселе мен со жүрек жағдайы жақсы болу керек шығар деп ойлаймын. Себебі суға түскен кезде, ыссы денемен мұздай суға түскен кезде бұл жүректің соғысы басқаша болып соғып баспағандай болады да адамда. Енді мен өзім шипакерлерге көрініп тұрамын. Бұл бойынша қазір денсаулығым бойынша менде ешқандай машқала жоқ. Әр уақытта маслихаттесіп тұрамын шипакерлермен. Мақсатым бір дүниежүзілік Гиннес рекордлар кітабына кіруді өзіме мақсат етіп қойғанмын да. Енді бұл бойынша мен қазір кітапқа кіре аламан, мынандай суықта жүру бойынша. Қанша суық болса да жалаң аяқ жүре беремін. Сол бойынша кіруге өзіме сенім бар. Қазір сол бойынша тұрақлы шынығулар алып барып атпан, нәтижелері жақсы әммесі. Денсаулықтарым жақсы.
Аға, мақсетлеріңізге еріскейсіз. Негізінде әрбір инсан алдына мақсет қойса, сол мақсет жолында ұшыраған барлық тосқынлықтарды жеңіп өте алады. Ең бастысы сізге күшлі денсаулық тілеймін. Сау саламат болың.